Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді үй жағдайында дайындалатын сырдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен сүтімізге бір қасық тұзымызды салып, отымызға қоямыз. Сүтіміз қайнағанынша, оған дейін біз 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын осылай араластырып болғаннан соң, қазанымыздағы қайнап тұрған сүтіміздің үстінен құйып араластырамыз. Осылай араластырып тұру қажет. 7 минуттай қайнатамыз. Қайнай берген кезінде осылай суынан бөлініп, творог секілді болып шығады. Енді 2 минуттай қайнатып сүзіп аламыз. 2 қабат марлымызға астына ситамызды қойып, үстінен құямыз. Осылай суын сырғытып аламыз. Енді өзімізге керекті формадағы ыдысымызға саламыз. Мен майонездің шелегінің астын шегеменен тесіп дайындап алдым. Үстінен осылай крышкасын жауып, үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Барлық суы сырғып болғаннан соң холодильникке салып қоямыз. 2 сағатқа. Бізде 2 сағат өтті. Біздің сырымыз осындай өте керемет. Өзінің формасын ұстап тұр. Қазір кесіп көрсететін боламын сіздерге. Міне осындай өте әдемі болып шығады. Дүкендікінен ешқандай да кем емес. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеоларыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.